Қазақстан Республикасының 20 жылдығы қарсаңында елордада тұңғыш рет Астана дуатлон 2015 жарысы өтті. Спорттық шараға Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков, сонымен қатар Олимпиада чемпионы Александр Винокуров қатысты. Жарысқа қатысушылар 15 шақырымға созылған қашықтықты велосипедпен еңсеріп, 5 шақырым қашықтықты жаяу жүгіріп өтті. Қашықтықтың жалпы ұзындығы мерейтойлық санымен сәйкес келеді. Осы дуатлонға қатысқандарыңыз үшін шын ризашылығымды білдіремін. Баршаңызға зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір тілеймін. Мерекелері құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елбасымыз жасасын. Астана дуатлон 2015 жарысының жүлделі орындары 3 жас категориясы бойынша тағайындалды. 16-дан 35-ке дейін, 36-дан 50-ге дейін және 51 жастан асқандар үшін. Бас жүлде елорданың ең беделді фитнес орталығына 1 жылдық абонементті, берілген қашықтықты ең жылдам болып өткерген 1996 жылы туылған Юрий Щербинин және 1995 жылы туылған Амелия Ысқақова. 36-50 жас аралығындағы сайыскерлер ішінде Жанболат Қадыров пен Татьяна Михалева, ал 51 жастан асқан дуатлоншылар арасында Леонид Ечинский жеңіп алды.